Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін пияз қосылған лепешкалар жасайтын боламыз. Ол үшін бір жұмыртқаға шым-шым сода қосып, ұн салып жақсылап қамыр илейміз. Егер сіз көбірек жасағыңыз келсе, құрамын 2-3 есе көбейтіп жасай қойыңыздар. Қамырды жақсылап илеп, 10 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Сол кезде бір пиязымызды ашып, майдалап турап, ыдысқа салып аламыз. Және де оның үстіне тұз, бұрыш және өзімізге ұнайтын дәмдеуішті қосып, жақсылап қолымызбен согын шығарғанша араластырамыз. Содан кейін қамырымызды алып, оқтаумен жақсылап жайып аламыз. Және ортасына пиязымызды салып, рулет етіп орайтын боламыз. Рулет етіп орағаннан кейін оны бөліктерге бөліп кесіп аламыз да қолымызбен видеодағыдай жаятын боламыз. Содан кейін оны қызып тұрған майда екі жағынан қуырып аламыз. Лепешкаларымыз дайын, ас болсын. Каналға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.